Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы шегіртке мен құмырсқа. Сабақтың мақсаты таныс сөздерге сүйініп, мәтін мазмұнын оқып түсіну. Оқиғаның болу себебін, кейіпкердің әрекетін бағалау. Жаңа сөздер: сауықшыл, мұңды, өлеңшіл, шегіртке, құмырсқа, жалынады, тоңады. Үшінші тапсырма: мәтінді түсініп оқы. Ертеде шырылдауық шегіртке болыпты. Ол өте сауықшыл әрі жалқау екен. Жаз бойы көңілді өмір сүріпті, ән айтыпты, би билепті. Ол жапырақты тамақ қылады, көрпе етіп жамылады, үй ретінде пайдаланады. Осылайша жаз өтіп күз келеді. Сауықшыл шегіртке ештеңе ойламапты. Жаз, күз кетті. Одан соң қыс келді. Шегіртке қатты тоңыпты, қарны ашыпты. Ол құмырсқадан көмек сұрайды. Қарағым, жылытшы, тамақ берші деп жалынады. Құмырсқа сонда: неге жазда тамақ жинамадың? Неге жазда жұмыс істемедің? Неге жазда үй салмадың деп ренжиді. Қайтсын, қолы тимепті, өлеңші, әнші есіл ер. Ала жаздай ән салсаң, селкілде де билей бер депті құмырсқа. Алтыншы тапсырма: сұрақтарға жауап бер. Өз ойыңды дәлелде. Үлгі: шегіртке жазда не істепті? Шегіртке жазда би билепті, ән айтыпты. Неліктен олай істепті? Өйткені ол сауықшыл болыпты. Шегіртке күз түскенде не істепті? Неліктен олай істепті? Деген сұрақтың жауабы: шегіртке қыс түскенде не істепті? Неліктен олай істепті? Деген сұраққа жауап беріп, өз ойыңды дәлелде. Дескриптор кестесі: мәтінді оқиды, түсінеді, 1 балл. Сұрақтарға жауап береді, 1 балл. Өз ойын дәлелдейді, 2 балл. Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтайды, 1 балл. 7-ші тапсырма: сөйлемдердің қайсысы дұрыс, не бұрыс екенін айт. Құмырсқа сауықшыл болыпты, дұрыс немесе бұрыс. Шегіртке еңбекқор болыпты, дұрыс немесе бұрыс. Шегіртке қыста би билепті, дұрыс, бұрыс. Шегіртке құмырсқаға тамақ беріпті, дұрыс, бұрыс. Шегіртке мен құмырсқа дос болыпты, дұрыс, бұрыс. Мәтін бойынша сөйлемдердің қайсысы дұрыс, не бұрыс екенін анықта. Дескриптор кестесі сөйлемнің дұрыс-бұрыстығын анықтайды, 2 балл. Құмырсқа қандай? Шегіртке қандай? Жаз. Құмырсқа шыдамды, еңбекқор, тағы да қандай? Шегіртке еріншек, жалқау, тағы да қандай? Дескриптор кестесі шегірткені сипаттайды, 1 балл. Құмырсқаны сипаттайды, 1 балл. Жазу сауаттылығын сақтайды, 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.